тану, жақсы менен жаманды тану, өзіңді өзің талқыға салып, адал менен арамды тану. Қателігіңді түсіне білу, дұрыс жүріп күтіне білу, өткенді сыйлап, күшіңді сүйу, күлетін жерде жөнімен күлу. Сабақты оқып, тәртіпті болу, білімді жинап, дүниені жолу, өзіңді өзің тану дегенің өз бойына мініңді жою. Армысыздар, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Бүгінгі өзін өзі тану, махаббат пен шығармашылық педагогикасы атты 10 күндік декаданың ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Мерім толған жанымыз, жүрегіміз, үлгі алсын көрген жан міне бізден. Деп бүгінгі өз тану, махаббат пен шығармашылық педагогиясы атты 10 күндік декаданың ашылуы көңілді әрі жарасымды аяқталуы үшін бір-бірімізге көтеріңкі көңіл күй тілейді. Сара Алпысқызы Назарбаева 1941 жылдың 12 ақпанында Қарағанды облысы Қызылжар селосында дүниеге келді. 1992 жылғы ақпан айынан бастап Бекбек Республикалық балалар қайырымдылық қорының негізін қалаушы және президенті. Бүгін Бөбек қорының негізін қалаушы Сара Алпысқызының туған күні. Бөбек қорын құрып жетімдерге жәрдемдескен, өзін-өзі тану пәнін бағдарламасына енгізіп, жетекшілерінің ізгілікке баулыған тұлға. 2010 жылдың 1 қыркүйектегі өзін-өзі тану пәнін Қазақстан Республикасының үздіксіз білім беру жүйесіне жаппай енгізді. Өзін-өзі тану пәнінің балаларға, ата-аналарға, ұстаздарға берер көмегі зор. Бүкіл адамзатқа өзінің жылуын сыйлап, өмірге деген жақсы көзқарасын
көзқарасын оятып, бір-біріне деген қарым-қатынастарын жақсартып, өмірдің дұрыс жолына бағыттайды. Сонымен қатар адамның рухани жан дүниесін байытып, ішкі жан дүниесін ашуға көп көмегін тигізіп отыр.